Адамзат өркениетінде өнер мен білімнің шекарасы болмайды. Мұхит асқан туынды деген ұғым ұлттық мәдениетіміздің әлемдік деңгейдегі биік беделін білдіреді. Бұл саяхат сонау ерте замандардан басталған. Біздің тарихи жәдігерлеріміз, ұлттың генетикалық коды, қазақ даласынан табылған алтын адам, көне қолжазбалар мен зергерлік бұйымдар бүгінде әлемнің ең ірі мұражайларында сақтаулы. Мысалы, Париж қаласындағы Лувр, Лондондағы Британ музейлерінде қазақ халқының көне мәдениетінен сыр шертетін құнды қазыналар бар. Олар мұхит асып, өзге халықтарға көшпенділер өркениетінің қуатын танытты. Ұлттық мұраны сақтау бұл оны мұражайға қою емес, оның тарихи құндылығын жоғалтпай, келесі ұрпаққа бүтін күйінде жеткізу. Біз өз құндылықтарымызды сақтай алғанда ғана әлемдік мәдениеттегі орнымызды нықтай түсеміз. Құрманғазының күйлері, Абайдың өлеңдері мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы әлемнің жүздеген тілдеріне аударылып, шетелдік оқырмандардың жүрегіне жол тартты. Димаш Құдайберген сияқты заманауи таланттарымыз қазақ әнін Америкадан Еуропаға дейін жеткізіп, ұлттық өнердің жаңаша үлгісін көрсетті. Білім мен өнер арқылы біз әлемге өзімізді таныта береміз. Ал жәдігерлерімізді сақтау арқылы тамырымызды бекітеміз.